Неге жауып тастадыңдар? Нұрбол, тыныштық па сенікі? Мектептегі бала өліміне қатысты іс неге жабылды? Айғақ жоқ. Таппайсыңдар ма онда? Сендердің жыныстарың ба? Біз не іздемеді ғой дейсің бе? Іздедік, жоқ. Қайдан табамыз? Туамыз ба? Адам өліп жатыр. Осылай отыра бересіңдер ме? Қалай табамыз? Туамыз ба деп. Біз іздедік. Балалардан сұрастыра бастадық. Бірақ жоғарыдан хабарласып істі жауып тастады. Мен не істей аламын? Айтқандарын істемесем жұмыстан кетем. Осы жұмыс арқылы бала шағамды асырап отырған адаммын. Нұрбол, біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Келеді. Білесің ғой, приказ талқыланбайды. Бірақ сен сол мектепте жүрген адамсың ғой. Талассыз дәлел табылса, істі қайта қозғауға көмектесе аламын. Онсыз менің қолым байлаулы. Ұры айтып тұрған сөзін қарашы, мал. Еще мамасына ол дей ма? Аза мамасына ақша беріп, пиде сачка жинамақшы. Ол апарғанда да мамасының өзіне қайтып қарайды екен. Сонымен не істейміз? Жинаймыз ба? Жинаймыз да басқа не істейміз? Жинамасақ ұры өлтіреді. Ақша жинау бітпей кетті ғой. Оның үстіне жылдың аяғы да жақындады. Сендер 500 мың теңге не істедіңдер? Ол ақша асанда. Біраз жинап қалған шығар. Сендер не істеп жатсыңдар? Бізге әлі 480 теңге жинау керек. Не істегесіңдер? Күнде 2 теңгеден жинап аласыңдар ма? Енді бұлардың тікелей братаны Самат. Ол ары кетсе 1-2 шапалағын береді. Ал біздікі қанша разы. Ол 11 баға сосын мектепке қарайды. Негізі көтіміз ауыр ғой біздің. Жүріңдер, кетейік.